Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар және көрермендер. Сіздердің алдыларыңызда Бум подкастының кезекті шығарылымы. Бүгінгі бағдарламамыз ерекше. Біз қарттар күні және ұстаздар мерекесінің қарсаңында мектепке дейінгі білім беру саласында ұзақ жылдар бойы еңбек еткен ардагер ұстаз Нагимаш Саябековнаны қонаққа шақырдық. Қайырлы күн, Нагимаш Саябековна. Подкастымызға қош келдіңіз. Рахмет. Бұл қуанышты мереке қарсаңында бізге уақыт бөлгеніңізге үлкен рахмет. Олай болса әңгімемізді бастайық, Бастайық. Музыка пәні мұғалімі болуға не түрткі болды? Осы мамандықты таңдауыңыздың басты себебі не болды? Бұл мамандықты енді таңдауыммен өзімді жай былай таныстырып кетуге болатын шығар енді. Әрине болады. Мен саған қарап отырайын, мына жаққа қарап отырайын, иә. Мен өзі Павлодар облысы Баянауыл ауданы Майғайын поселкасы деген жерден сол жердің тумасымын негізі. Біздің енді ол кезде менің оқыған кез, менің мектепке барған жылдарым оқыған, мен вообще мектепті 66 жыл бітірдім. Сол жылдары біздің поселок Майқайында мен тұратын музыка мектебі жаңа ғана ашылып атты. Сол жаңа ашылып жатты да, соған фортепиано, баян, аккордеон и домбыра деген бөлімдер болды. Соның өзім жүрегімнің қалағаны фортепианосы болды. Соның фортепианосына барып түстім. Сол фортепианоны енді мен өзі кеш болғаннан кейін кеш ашылды, мен уже 7-ші оқыдым ғой деймін сонда. 5 жылын оқып бітірдім, короче. А негізі фортепиано музыкальный школдарда 7 жыл оқу керек. А мен 5 жыл оқыдым. Бір кереметтей музыкант болып шықтым деп айта алмаймын енді, конечно. 5 жыл деген ол азғантай, енді өзі жаңа ашылған поселоктың несі болса, мұғалімдердің барлығы ылғи нелер болды. Үлкен кісілер болды, енді жақсы болды мұғалімдеріміз. Сол жерде сол ашылғаннан кейін барып түстім. Сосын соны енді 11 бітіргенше оқыдым, 5 жыл. 11 бітіргеннен кейін осы жаққа келдім. Осы жақта музыка тоже маған өзі везет ылғи ашып жатқан жерлерге. Пединститутқа келіп документ тапсыруға келсем, анау қыздар қарап отырған айтады: Нагимаш Саябековна, сіздің неңіз бар ғой, справкаңыз бар ғой, неге деген, музыкальный школда оқыды деген, музыкалық қабілетіңіз бар деген, яғни бізде жаңа ашылып жатыр тағы деп дейді. Соған түспейсіз бе? Мен ой, ашылып жатқан жаңа музыка отделениесі болса түсем онда деп сөйдедім. Документтерімді өзім басқа бір факультетке тапсырамын деп келгем, оны қойдым да сол музыкасына тапсырдым. Сол бетпен, в общем, музыкант болып кеттім мен. 4 жыл сол институттың музыка и пение деген отделениесін бітірдім. Содан кейін сол отделениеде бізде мұғалімдер болды. Пилипенко деген мұғалім болды. Таста Сыздыковна деген мұғалім болды. Владимир Федорович Пилипенко. Сол кісі өзі бір күн айтты маған: если хотите, я вас оставлю здесь работать деп сөйдеді бітіргеннен кейін. Мен айттым: ладно, хочу, кто не хочет оставаться. Сол мен институтта фортепианодан сабақ бердім, методика музыкального воспитания деген сабақ болды. Сол 2 пәннен, в общем, сабақты маған берді, сағаттарды, мен сол жерде істеп қалдым. Сосын енді мына педколледжге келген деген, педколледж бол, әуелі ол педучилище болды ғой. Сол жерде істегеннен педучилищеге неттім, ауысып кеттім. Солай өздері бізді текті поэтапно жіберіп отырды. Сосын педучилище бір кезде колледж болды, гуманитарный. Сол гуманитарный колледжда сол пенсияға шықтым. Еще пенсияға шыққаннан кейін 12 жыл ол колледжде істедім. Сонымен 50 жыл болады ендігі жылда менің істегеніме. Сол енді бірінші сұрағыңа көп сөйлеп кеттім ба? Жоқ. Демек, бұл мамандыққа деген өзіңіздің жан қалауыңыз ұзақ жылдар бойы еңбек етуге жетеледі деп айтуға болады ғой. Осы ұзақ жылдық еңбек жолыңыздағы ең есте қаларлық, сізді ерекше шабыттандырған бір сәттер болса, сонымен бөліссеңіз. Енді ерекше шабыттырған сәттер, біз енді балабақшада жүрдік қой енді. Балабақшада ерекше шабыттыратын сәттер сонау кішкентай бөбектердің қызық қылықтары, сосын сол бөбектермен біз
өзіміздің студенттерімізді алып барамыз ғой енді. Олардың солармен жұмыс істегені, аналар соларды прямо керемет тыңдайды енді өздері. Сол үлкен тетялар деп ойлайтын шығар, енді керемет тыңдап, айтқан сөздерін бәрін орындап. В основном біз енді ол неге барғанда тәрбиешілер ғой енді. Тәрбиешілер, олар музыка жұмыс емес. Дошкольныйдағы тәрбиешілер. Тәрбиешілер музыка жетекшісінің несі ғой енді, көмекшісі ғой енді. Но бұл мектепке дейінгі ғой енді. Сосын мектеп жасындағылар деген, мен мектептің де несінде жұмыс істедім. Мен өзі 2 отделениеде солай жұмыс істедім. Дошкольное, даже школьное болды еще. Содан кейін барып музыкальное. А музыкальный отделениеден біз бұнда уже мектепке апардым мен балаларды. Сонда мектепке апарғанда балалардың жұмыс істеген өзіңнің шәкірттерің ғой енді, өзіңнің шәкірттерің тәрбиелеп неше жылдан бері дайындап, енді неге әкелесің? Практиканы Практика деп айтады. Практикаға апарамыз мысал үшін. Сонда солардың балалармен өлең айтып, олармен бірге билеп, өзің отырасың, керемет соған. Кейде билеп кететін кездеріміз де болады. Өйткені олар дұрыс көрсете алмай жатса, біз өзіміз билеп кетеміз, кішкентай балалармен мысал үшін. Сондай сәттер болды, енді қызықты. Олардың барлығы әлі де есімізде, әлі де жүрген жерімізде айтып жүреміз. Тамаша. Келесі сұрағымыз, мектепке дейінгі жастағы балаларға музыканы үйретудің ең қиын және ең жеңіл тұстары деп айтуға қандай деп ойлайсыз? Музыканы үйретудің ең қиын? Балаларға? Кішкентай бөбектерге қай тұстары қиын болады негізі музыкадан? Әлде жеңіл түрде беріле ме ол? Енді ән айтудың өзі ол бөлінеді ғой. Ән айту, би билеу деп бөлінеді музыка пәні сабағы мысал үшін. Сонда олардың ән айтудағы қиын жерлері сөздерін жаттау керек қой. Кішкентай балалар мысал үшін сөздерін, тілдері де келмейді кейбіреулерінің. Жоқ, енді біз тым кішкентайлармен сөз сұрап оларды қинамаймыз. Но ересектері бар ғой енді мысал үшін. Оларға сөз жаттау керек. Ата-ананың несі бұл жерде өте сондай не болу керек. Бізбен бірге жұмыс істеп, ата-анамен қолдау көрсетулері керек мысал үшін. Сөзін жаттағанда, бидің кейбір қимылдарын көрсеткенде, өзімізді көрсетіп жатамыз сол сабақта мысал үшін. Сол енді. Жақсы, жауабыңызға рахмет. Қазіргі кездегі мектепке дейінгі білім беру жүйесіндегі музыка пәнінің бұрынғымен салыстырғандағы негізгі ерекшеліктері қандай? Өзгерістері мүмкін? Бұрынғымен енді мен дәл қазір қалай болып жатқанын енді мен айта алмаймын, өйткені мен уже 17 жылы пенсияға шығып кеттім. Негізі өзім пенсияға 58 жыл, өзім 58 жаста шықтым, соны айтайыншы, жылы уже ойыма түспей отыр. Волнуюсь. Ештен бет қобалжымаңыз. 58 жасымда пенсияға шықтым. Еще 12 жыл жұмыс істедім. Сонда мен, получается, 2017 жылы мен уже ол жұмыстан кеттім дейік, кеттім. Енді одан бері қаншама уақыт өтті мысал үшін. Ал енді қазіргі заман мынау жаңа құрылу кезінде мысал үшін күнде өзгеріп жатады заңдар. Мен енді бірақ балалармен жұмыс істемесем де, немерелерім бар ғой енді. Немерелерім бар, сол немерелеріммен жұмыс істеймін. Үйде инструментім бар, өзімнің пианинам бар. Бір-екі немерем сол пианинода үйреніп музыканы школға барып оқып жүр. Ал енді өзгерісі бұрын, мысал үшін, біздің балалар мектепке барғанда, қайда барса, школға, мектепке барса да, бақшаға барса да, өздері ойнайтын. Пианинода ептеп ойнап, сол пианиномен билерді да пианиномен жүргізіп отыратын. Ал енді мен бірде-бір немеремен бірге неге бардым? Утренник деген болады ғой, ертеңгі. Соған бардым. Әжека, баршы, менімен бірге деп. Жарайды дедім, бардым. Сондағы мен таң қалғаным, ана
әндерді айтқанда, сосын билерді билегенде қазір уже живой музыка жоқ. Жоқтың қасы дейін енді. Арасында кіріп отырады енді, но в основном әлгі магнитофон, сосын немене деуші еді, колонка арқылы, қалай айтып едіңдер жастар мысалы үшін. Сондай музыка, колонка, магнитофон, солай кетіп жатыр қазір. Енді білмеймін енді ол жағы қалай болатын. Мүмкін сол дұрыс шығар. Қазіргі заманның өзі өзгеріп жатыр ғой енді солай. Бізде живой музыкамен жүргізетінбіз. Біз колонка, магнитофон дегенде вообще жолатпайтынбыз. А қазір бәрі соны кетіп жатыр. Тамаша, рахмет. Сіздің бұрынғы кезде осы сабақ берудегі ең сүйікті әдіс тәсілдеріңіз немесе балаларды қызықтырудың құпиялары қандай болды? Енді бұл жерде қалай айтуға болады? Қызықтырудың құпиясы өзің, соның барлығын өзің өлеңді де айтуың керек, әнді де айтуың керек, өлеңді де оқуың керек, биді де би қимылдарын мысал үшін көрсету керек. И анау фортепианода да ойнап бәрін көрсетіп, соның барлығын өзіңнің мен қалай деп айтайын енді, сенің көрсеткен өнерің барлығы сол балаларға қызығушылық танытады. Яғни мұғалім құлшыныспен сабақ берсе, балалар да қызығушылықпен оқырады деген сөз ғой. Дұрыс айтасың. Музыка баланың жан-жақты дамуына, соның ішіндегі тіл дамуына, логикаға, эмоционалды интеллектіне қалай әсер етеді деп ойлайсыз, яғни баланың дамуында? Қазіргі заманда ма? Иә. Енді музыка деген ол өзі қай жағынан болсын керемет әсер етеді. Оның әсері өте күшті, мысал үшін. Адам қайғырып отырса, қайғылы әндер айтады. Соны айтып, көздерінен жас алып, сөйтіп отыратында адамдар бар, мысал үшін. Егер адамның көңілінде бір көңілді жайттар болса, бір қызықты уақиғалар болса, ол кісі керемет көңілді әндерді айтып, музыканы күліштетіп, билеп те кетеміз кейде өзіміз, мысал үшін. Үйде отырғанда, мысал үшін. Сол. Тамаша, рахмет. Тамаша тілі музыканың. Келісем толықтай. Ән айту және музыка тыңдау, осы екі әрекеттің бала дамуындағы маңызын қалай түсіндірер едіңіз? Қалай? Ән айту немесе тек қана музыканы тыңдау баланың дамуында қандай әсер етеді деп ойлайсыз? Ән айтқан маңыздырақ па, әлде музыканы тыңдаған маңыздырақ па, әлде екеуі де бірдей әрекет ете ме? Әсер бере ме? Екеуі де бірдей әсер береді. Ән айту ол баланың анау тіл дамуына мысал үшін өте қажет қой. Әнді айту, сөзімен айту оның ішінде. Әнді сөзімен айту мысал үшін, сөзін жаттату. Ол кәдімгі логистика дей ме? Сондай пән бар емес па? Солмен тәлмедал келеді мысал үшін. Сөзінді жаттатасың балаларға мысал үшін. Қағазға жазып бересің, ата-анасына бересің. Осы сөзі, әннің сөзін жақсылап жаттап келіңіздер, балаларға үйретіңіздер деп. Толықтай келсем, яғни баланың диафрагмасымен де жұмыс жасалынады, демалу барлығы. Тіл дамуына толықтай әсер етеді. Тыңдауына да, диафрагмасының да жұмыс істеуіне, мына бастың да жұмыс істеуіне өте көп әсер етеді, мысал үшін. Тамаша. Музыка деген вообще өзі, ол енді музыкасыз өмір сүруге болмайды. Музыкасыз өмір сүруге болмайды. Айттым ғой жаңа. Қуансаң да музыка тыңдайсың, қайғырсаң да музыка тыңдайсың, әндетіп те кетесің, билеп те кетесің. Толықтай келсем. Музыка сабақтарында ритмдік ойындар мен қимыл қозғалыс жаттығуларының бала психологиясына әсері қандай? Қазіргінде өзіміз практикада барып жүрміз. Сол кезде біз музыка пәнінен сабақ берген кезде балаларға ритмдік ойындар ойнатамыз, мысалға дыбыстарды қайталату деген секілді. Соның барлығы балаларға қандай әсер етеді деп ойлайсыз? Біздің осындай ойындарды қолданғанымыз дұрыс па, әлде бұрыс па деген секілді ой туындап тұр. Сендер музыкантсыңдар ма? Біз бастауыш сынып. Бастауыштағылар қазір музыка кейбір сыныптарға береді. Сыныптарға, төменгі сыныптарға сабақ бересіңдер ғой, иә. Бастауыш сынып. Школьное отделение дейді ғой, біздің кезімізде бәрі осы болды. Енді қалай дедің?
ритмдік ойындар өте қажет. Мысалы үшін кейбір билердің өзін билеу үшін, мысалы үшін кейбір бидің қимылдары көп қой енді. Соның қимылын сен бере салып, ал енді билеңдер демейсің ғой. Ол әрқайсысын сол музыканы қойып, музыканың көмегімен қимылдарды үйретесің, мысалы үшін. Анау музыканың айтып жатқанын қимылмен көрсетіп тұру керек балаларға. Тактар арқылы. Да. Оның әсері өте маңызды, оны қалдыруға болмайды, ол онсыз сабақ біт болмайды андай. Дұрыс айтасыз. Баланың музыкалық қабілетін ерте жастан анықтап, дамыту үшін ата-аналарға қандай кеңес берер едіңіз? Ата-аналарға ма? Ата-аналарға енді беретін кеңес ол не ғой, көп қой. Ата-аналар, мысалы үшін, балаларын қазір өзі кружоктар көп болып кетті ғой, мысалы үшін. Сол кружоктардың ішінен музыкаға да беретіндер болады. Қазір енді музыкаға беретті. 1-2 жыл, 3 жыл бала оқиды да, содан кейін оқысы келмей қалады. Ол неге оқысы келмей? Өйткені ата-анасы жағынан оларға қолдау, поддержка болмай тұр. Ата-анасы қазір балаларға көп особо көңіл бөле қоймайтын сияқты, енді білмеймін енді, оның бәріне бірдей топырақ шашуға болмайды енді. Оның ішінде ондайлар да болады, мысалы үшін. Но балаларға қимыл ата-ананың қолдауы, балалар, мысалы үшін, сол 2-3 сыныптардан кейін оқығысы келмей қалады. Сол кезде жарайды, оқымасаң оқымай-ақ қой, тасташы, музыканың керегі жоқ. Сен неге барасың, судья боласың, анау боласың деп жүретін ата-ана болады. Мен ойлаймын, мысалы үшін, баланы қызықтыра білу керек. Қызықтыра білу керек музыкамен. Оның сосын кейбір балалардың даже қазір менің өзімнің есімде, менің бір жолдасымның баласы музыкамен ойнап жүрді де, 5 жыл оқып та тастап кетті. Сосын мен айттым, қалай болды? 5 жыл оқыды, енді 2-ақ жыл қалды. Неге оған сен қолдау көрсетіп, оны әрі қарай оқытуға өзің оған күшін жетпеді ме деп сөйлеймін. Сен оны нетуің керек еді, қатты ұстауың керек еді. Сол бала біраздан кейін мектеп бітірді, басқа бір неге барды, сонда әлгі ата-анасына кінә қояды. Сіздер дейді, мен сонда кетем дегенде маған, жарайды, бара бер дедіңіздер де, мен кетіп қалдым. Мен қазір мысалы үшін жалею деп сөйлейді. Мен 7 жыл музыканың бітірсем, мысалы үшін, мен бір жерде музыкант болып отырған бала едім. Или хотя бы үйде болмасын, бір жерде болмасын, бір бас қосқан бір жерде, мысалы үшін, ойнап отырған болар едім, ән айтып отырған болар едім, билеп те жүрген болар едім деп, кейде сондай болады. Ата-ананың қолдамағанын нетеді. Балаларға енді ата-ана сондай ғой енді. Жарайды, не хочешь, не надо дей салатындар болады. Яғни балаларға әрдайым қолдау көрсетіп, бағдар көрсетіп отыруымыз керек деп айтасыз ғой. Әрине, қолдап, бағдар көрсетіп отыру керек. Баланың неменеге қабілеті бар екенін ата-ана сезіп отырады, мысалы үшін. Музыкаға барып 5 жыл оқыған балада қабілет жоқ деп кім айтады, мысалы үшін? Қабілеті де бар, бәрі де бар, просто поддержка болмады ата-ана жағынан, сосын тастап кетті. Мен өзім солай ойлаймын енді. Оған мысалды келтірдім ғой жаңа. Толықтай келсем енді. Балабақшадағы мерекелік іс-шараларды ұйымдастыру кезіндегі шығармашылық ізденістеріңіз туралы айтып өтсеңіз. Яғни балабақшада мерекелік ертеңгіліктер өтеді ғой. Соған сіз өзіңіздің студенттеріңізге қандай кеңес берер едіңіз мысалға? Қызықты өту мақсатында, мысалы, жаңа сіз живой музыка деп айтып өттіңіз. Сол туралы толығырақ айтып өтсеңіз. Живой музыканы енді оны қалай айтуға болады енді? Негізі музыка мерекелер, ертеңгіліктер, мысалы үшін, оны өткізетін, оған неме деуші әлгі сценарий құрып жазып нететін музыкант. Сосын оның көмекшісі тәрбиеші. Біз оған көп араласа қоймаймыз. Бізге барғанда тек уже дайын, утренникке барғанда уже бәрі уже дайын тұрады.
музыкант өзінің музыкаларын подбирать етеді, тәрбиеші солармен бірге екеуі, музыкант пен тәрбиеші екеуі қосылып жұмыс істеп, уже дайын жерге ғана біз барамыз. Біздің даже ол кезде, қазір білмеймін енді, біз ол кезде мысалы үшін оларға совет беруге де даже мүмкіндік болмайды. Мүмкіндік жоқ бізден. Олар совет сұрамайды. Өздері қандай неге байланысты енді, қандай мерекеге байланысты екенін өздері бәрін біледі. Сол музыкант жақсы біледі, мысалы үшін көмекшісі, тәрбиеші бар, өздері барлығын жақсылап тұрып құрып қояды да, бізге сөйтесіңдер дейді. Енді сол берген программасымен біз сосын дайындаламыз. Өзіміз неде? Жақсы. Аудиторияда. Ал егер сол программаны сізге бермесе, сіз бір жаңашыл не ұйымдастырар едіңіз өзіңіздің қалауыңызбен? Живой музыканы мүмкін қосар ма едіңіз, әлде балалармен бір би ма ұйымдастырар ма едіңіз? Қазір ме? Иә, қазір мысалға. Жай былай ойласып. Қазір енді мен не істеуге болады енді? Қазір мен сол живой музыканы қосқанды ұнатам мен өзім негізі. Мен болсам, мысалы үшін, живой музыканы қосқан болар едім. Сосын балалардың анау көп балалар, мысалы үшін, биге аса нелері жоқ. Икемдері жоқ. Сол жағынан көңіл бөліп, сол жағынан үйреткен болар едім. Тамаша. Енді ардагер ұстасыз, көп жылдық еңбек өтіліңіз бар, иә? Жас мамандарға берер ең маңызды 3 кеңесіңізбен бөліссеңіз. Жас мамандарға ма? Иә. Жас мамандарға енді қалай десем. Жас мамандарға бірінші кеңес, мына мамандық таңдағанда қателеспей таңдау керек. Бірінші, мамандық таңдағанда қателеспей, өзіңнің мамандығыңды дұрыс ата-анаңмен ақылдасып отырып, мектептегі жетекшілеріңмен ақылдасып отырып, өзіңнің жүрек қалауың бойынша таңдауың керек деп есептеймін, мысалы үшін. Толықтай келсем, екінші кеңесіңіз? Ойбай, тағы екіншісі бар ма? Екіншісі енді сол таңдап алған өзінің несін алға қарай жүргізуге ынтасы болу керек, өзінің ынтасы болу керек. Тек қана ата-анамен біреулердің советімен бармай, өзінің ынтасы болу керек, өзі соған беріліп тұру керек. Сол жақсы, рахмет жауабыңызға. Енді ұстаздың бойында болуы тиіс ең басты адамгершілік қасиеттер немесе кәсіби құзыреттіліктер туралы айтсаңыз. Қалай дедіңіз? Ұстаздың бойында болуы тиіс ең маңызды адамгершілік қасиеттері. Ұстаздың бойында қандай қасиеттер болу керек деп ойлайсыз? Ұстаздың бойында ма? Иә. Ұстаздың бойында, ұстаз деген ол бір үлкен ответственный жұмыс қой. Осында анада 1 сентябрь, 1 қыркүйек болды ғой. Сонда бір естідім енді мен. Бұл мейрам дейді. Бүкіл страна деген не деуші? Мемлекет бойынша. Бүкіл мемлекет бойынша тойланатын мейрам деп сөйлейді. Өйткені ұстаздар, олар күллі жерлерде ұстаздар бар, мысалы үшін. Барлық жерінде ұстаздарын құттықтап, барлық жерде де, сол 1 қыркүйек бүкіл ұстаздар күні, сол бүкіл мемлекеттің тойлайтын тойы деп сөйлейді. Соған мен өзім келсем, солай болғанына. Сосын енді ұстаздарға қандай енді кеңес беруге болады? Кеңес дедің ба? Жоқ, ұстаздың бойында болуы тиіс қасиет. Қасиеті дейсің ба? Ұстаздың бойында қасиеті, бірінші қасиеті, ұстаз деген ол бөбектерді, балаларды жақсы көру керек. Мейірім, иә? Мейірімді болу керек. Соларды жақсы көріп, шын жүректен солармен жұмыс істегісі келетін адамдар болады, мысалы үшін.
Ал случайно кетіп қалған адамдар, олар со временем может даже кетіп қалады ол неден. Әуелі сол балаларды жақсы көріп, балаларға деген сүйіспеншілігің, мейірімің болу керек деп ойлаймын. Тамаша, сізбен толықтай келісем. Балалармен жұмыс істеу үшін баланы толық сол болмысымен жақсы көру керек деп санаймын өзімде. Ұстаздар мерекесі қарсаңында барлық әріптестеріңізге, мүмкін ата-аналарға және шәкірттеріңізге айтатын ізгі тілегіңізбен бөліссеңіз камераға қарап. Тілек айтсаңыз біз сияқты жас мамандарға. Тілек айтайын ба? Иә. Енді тілек болғанда бүгінгі ұстаздар күні алдымызда келе жатыр. Қазіргі қарттар күніне барлықтарыңызға тілегім. Дендеріңіз сау болсын. Осындай үлкен Қазақстанның өсіп жатқан жасөспірім балаларына қолымыздан келгенше тәрбиемізді аямайық. Мен уже жұмыс істемеймін, мен уже пенсионермін деп отырмайық. Бәріне қолдап жүрейік. Сол жүрген жерімізде балапандардың жақсы болғанын, солардың жаңа Қазақстанда өсіп келе жатқан балапандардың аман болып, семьяда бақытты болуларына тілектеспін. Жылы лебізіңізге рахмет. Бұл тілектер барлық ұстаздардың құлағына жетсін деп айтамыз. Құрметті Нагимаш Саябековна, бүгінгі мазмұнды, жылы әрі әсерлі сұхбатыңыз үшін шексіз алғысымызды білдіреміз. Біздің колледжіміздің атынан сізге кішігірім сыйлығымыз бар. Қарағанды жоғары гуманитарлық колледжінен сізге алғыс хат. Құрметті Нагимаш Саябекқызы, қарттар күні мен ұстаздар күні мерекелеріне орай ұйымдастырылған ардагер ұстаз елдің қазынасы атты подкастымызға қатысып, өмірлік тәжірибеңізбен, жылы естеліктеріңізбен және құнды ой пікірлеріңізбен бөліскеніңіз үшін шынайы алғыс білдіреміз. Ұрпақ тәрбиесіне қосқан зор еңбегіңізбен өнегелі өмір жолыңыз біз үшін мақтаныш, болашаққа үлгі. Сіздің әр сөзіңіз жастардың жүрегіне жетіп, болашақ ұстаздарға бағыт бағдар болары анық. Алдағы өмір жолыңыз ұзақ болып, денсаулығыңыз мықты, отбасыңыз аман, көңіл күйіңіз әрдайым шаттыққа толы болсын. Ұрпағыңыздың қуанышына бөленіп, айналаңыздың құрметіне бөлене беріңіз. Ізгі ниетпен Қарағанды жоғары гуманитарлық колледжінің ұжымы. Рахмет. Келесі кездескенше сау болыңыздар.